өлкесінде металлургтер мен кен байыту мамандары кәсіби мерекесін атап өтті. Биыл бұл мереке Балқаш мысының айтулы мейрамымен тұспа-тұс келіп отыр. Балқаш зауытында ең бірінші қарамыз өндірілгеніне 75 жыл толды. Металлургтердің төл мерекесі құтты болсын. Мерейлі мерекенің құрметіне Балқаш мыс балқыту зауытында мерейтойлық мыс балқыту шарасы өтті. Юбилейная плавка – это ежегодная традиция. Мерейтойлық мыс балқыту шарасын біз жыл сайын зауытымыздың туған күнінде өткізуді дәстүрге айналдырдық. Оған өндіріс ардагерлерін шақырамыз. Негізінен балқытуға тағдыры мен болашағын Қазақ мыс компаниясымен байланыстырғысы келетін болашақ мамандар қатысады. В основном молодые, перспективные. Балқаш мысы 1928 жылы таныла бастады. Қоңырата төбелерінде мол руда қоры жатқан ленинградтық геолог Михаил Русаков алғашқылардың бірі болып хабарлаған. 1931 жылы кеніш мұқият зерттелгеннен кейін Балқаш көлі аумағында пирометаллургия зауытын салу туралы шешім қабылданды. Ол өте қысқа мерзімде бой көтерді. Бүгінгі таңда Балқаш мыс балқыту зауыты жыл сайын 200 мың тоннаға жуық катодты мыс өндіреді. Мұнда шамамен 2700 адам жұмыс істейді. Балқаш мысының 75 жылдық мерейтойының құрметіне жұмысшыларға мақтау грамоталары мен ақшалай сыйлықтар берілді. Ал ең үздік деп танылған жұмысшыға су жаңа автокөліктердің кілті табыс етілді. Тарихи маңызы бар күн болып қалады ғой келешекке. Бізден кейін ұрпаққа әрине. Балқаш қаласы үшін барлық балқаштықтарды, оның ішінде металлургтерді, өзімнің әріптестерімді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Металлургтер мен кен байытушылар күні құрметіне компанияның өзге өндіріс алаңдарында да мерекелік шаралар ұйымдастырылды.